Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Шынында да тарихқа үңіліп қарасақ, қазақ кезінде коммунистік саясаттың жетегінде кетіп, Құдай жоқ деп уландырып, орыс тарихын оқытып, шүлдірлеп, тілімізден, ділімізден, салт дәстүрімізді ұмытып кетіп бара жаттық емес пе? Кейін араққа құмартып ішіп кетті қазақ. Шынында да қарасақ, 90-шы жылдарда тәуелсіздік алғаннан кейін бізге білім керек жоқ, сауда ең басты сауда деп саудаға шығып, құдайларын ұмытып байыды емес пе? Жоқ, қазір өсіп келе жатқан ұрпақ ішпейді, шекпейді, білімге, ғылымға құштар, болашақ солардың қолында деп ойлаймын. Сол сияқты халық арасында қазір дүбір сөз өте көп жүріп жатыр. Араб құл дей ме, мешіт емес, мектеп керек, біздің дініміз тәңір, біз тәңіршілдеріміз дейді. Білімді жастар керек бізге деген осындай сөздер өте көп жүріп жатыр. Кезінде Әлихан Бөкейханов және Алаш партиясы қазақ жерінде үкімет құрғанда дүниежүзіндегі ең бай, ең мықты 50 елдің қатарындағы теңдесі жоқ мемлекет болушы едік. Енді біраз тарихқа үңілейік. Мысалға 1731 жылдан бастап 1891 жылға дейін Ресей патшалығының отаршылдық саясаты кезінде қаншама қазақ қырылды. Дәл сол кезде қаншама қазақ шетелдерге асып кетті. Мысал қараңыздар, 1897 жылғы санақ бойынша қазақтың саны 3.392.000 болса, 1926 жылы санақ бойынша 3.627.612 қазақ болыпты. Енді қараңыздар, 1916 жылғы және 18-20 жылдарда қаза тапқан халық қазақ саны 850.000. Ал енді 1920-21 жылды аштық болған кезде 2.300.000 қазақтан айырылыппыз. 1930 жылдары репрессия кезінде 27.000 қазақ атылды. 1931-33 жылдары аштықтан 2.300.000 қазақ қырылды. 1937-38 жылдары Алаш орда үкіметінің репрессияға ұшыраған қазақтың ең оқыған білім ғылымды азаматтары 25.000 оқыған азаматтар атылды. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына кеткен қазақтардың саны 600.000 соғыстан оралмады. Сол сияқты 1951 жылғы репрессияда қанша қазақ түрмеге жабылып атылды. 1970-80 жылдардағы қудалау кезінде әлі олар ашылмай жатыр. Қаншама қазақ атылып түрмеге қамалған болатын. Қазіргі деректерге сүйенсек, шетелге кеткен қазақтарда, мысалы Шығыс Азия елдерінде жүрген қазақтың саны 2 миллионға жуық. Қиыр Шығыста 100.000-ға жуық қазақ сол жақта өмір сүріп жатыр. Батыс Еуропада 29.000-ға жуық. Америка елінде 39.000-ға жуық. Басқа шетелдерді алатын болсақ 2.000-ға жуық. Қытайдың өзінде 1.800.000-ға жуық бауырластарымыз сол жақта өмір сүріп жатыр. Міне осындай қырғыннан кейін білімді азаматтар жоқ. Қазақ халқы қара тобырға айналдырды. Бұл әдис деген Ресейдің саясаты деді. Мысалы, кеңес үкіметінің өзінде де қазақ баласы оқуға түсу үшін 5 жыл ауылда шопан боп жұмыс істеу керек. Ал қазақ қыздары оқуға түсу үшін жоқ дегенде 3 жыл сауыншы болып жұмыс істеу керек. Қазақ жастарына тек оқуға, мұғалімдікке немесе ауыл шаруашылық институтына ғана қабылданған болатын. Міне коммунистік саясатының қазақ халқына деген міне осындай озбырлығы болды. Қазақ кезінде коммунистік саясаттың жетегінде кетіп, Құдай жоқ деп уландырды. Орыс тарихын оқыды. Шүлдірлеп кеттік, тілімізді ұмытып, ділімізді ұмыттық, салт дәстүріміз аяққа тапталды. Араққа құмартып ішіп кетті қазақ халқы, шыны керек. Тәуелсіздік алғаннан кейін 90 жылдардың өзінде білімнің керегі жоқ деп елдердің бәрі саудаға ашып, Құдайын ұмытты емес пе? Бірақ та генетика деген нәрсені ұмытпау керек. Мысалы, қазақ халқын қанша қырса да, қудаласа да, репрессия жасаса да, атыммен уласа да, қырса да, тонаса да, қазақ халқының генетикасы да 7 атасын біледі. Қазақ халқы ең таза текті халықтардың бірі. Гені таза.
Сол себептен тектілік білімге, ғылымға құмар болады. Ешкім тектілікті ала алмайды, себебі ол біздің қанымызда. Қазіргі жастар білімсіз деп айтуға мүлдем болмайды. Жаңа ұрпақ өсіп келе жатыр. Талай қазақтың мықты азаматтарының бәрі шет елдерде жүр, жақсы лауазымды қызметтерде жұмыс істеп жүр. Қазақ айтады ғой, 50 жылда ел жаңа дейді. Мысалы 30 жылдан астам уақыт өтті. Білімді азаматтар өте көп, бірақ олар бас көтерер шама жоқ. Себебі ондай завод, фабрика, өндірістер жоқ. Қазақ айтады, толғанда бір күні төгілер, созылғанда бір күні үзілер дегендей, әлі бәрі өзгереді. Жаңа үкімет келеді. Бұл жаңа үкімет алаш жастарынан құралады. Жүрегінде отанда деген сүйіспеншілік, еліне деген сүйіспеншілігі бар жастар, білімді жастар келеді. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқандай, кезінде 70 жыл сұрқия саясаттың қолында болады қазақ. Бірақ тәуелсіздігін алады. 30 жыл ұры қарылардың қолында болады деп босқа айтқан жоқ. Бірақ та кейін қазақ тәуелсіздігін алғаннан кейін көтеріліп, қой үстінде боз торғай жұмыртқайтын заман келеді деп Мәшһүр Жүсіп босқа айтпады. Ол күнде жақын. Біз әлі мықты, тәуелсіз, ешкімге бағынбайтын 50 елдің қатарында болатын мықты елге айналамыз. Қазақ жастарына кәміл сенеміз.